Баршаңызға сәлем, сіздермен дәрігер Дина Мұқатай. Бүгінгі тақырып аяқтағы ауырсыну жайында. Жалпы аяқ ешқандай себепсіз жайдан жай ауырмайды. Маған аяқтағы ауырсынумен өте көп пациенттер келеді. Осыған байланысты сіздерге аяқтағы, табандағы ауырсынудың негізгі 5 себебін айтатын боламын. Ең бірінші себеп бел омыртқа грыжасы. Яғни бұл кезде бел омыртқа аймағындағы жүйке тамырларының қысылуы орын алады. Бұл өз кезегінде бел аймағында қатты ауырсыну сезімін тудырады және ауырсыну аяққа беріледі. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, егерде ел бірінші бел омыртқа аймағында грыжа болатын болса, ауырсыну шап аймағына беріледі. Егерде ел 2 аймақта грыжа болатын болса, ауырсыну санның алдыңғы және ішкі жағында байқалады. Яғни зақымдалған омыртқаға байланысты аяқтың белгілі бір аймағында ауырсыну сезімі дамиды. Және бұл қозғалыс барысында күшейеді. Сонымен қатар грыжа кезінде бел аймағындағы жүйке талшықтарынан аяқтарға импульс дұрыс берілмейді. Нәтижесінде сезімталдылық төмендеп, аяқ жансызданады. Аяқ ауруына себеп болатын келесі бір жағдай ол варикоз. Сіздің аяғыңызда жалпы көзге көрініп тұрған варикоз жоқ шығар. Алайда үңіліп қарасаңыз, варикозды жұлдызшаларды, торлы немесе ісінген тамырларды көре аласыз. Яғни бұл кезде ауру оң немесе сол аяққа емес, екеуіне бірдей ауырлық сезімін тудырады. Сонымен варикоздың негізгі белгілеріне тоқталатын болсам, бұл тері астындағы тамырлардың көрінетін кеңеюі, аяқтарда ауырлық сезімі дамиды, тез шаршайды, кешке және түнде балтыр бұлшық еттерінің құрысуы дамиды, аяқтары ісініп, ұйығыштық сезімі мазалайды. Аяқтағы ауырсынудың келесі бір себебі бұл буын аурулары. Жалпы артроз кезінде екі сүйекті ұстап тұратын шеміршек желініп жойылады. Нәтижесінде сүйектер бір-біріне үйкеліп, артроз дамиды. Жалпы артроз кезінде қимыл қозғалыстан кейін ауырсыну күшейеді. Ауырсыну тек демалыс кезінде немесе ауырсынуды басатын дәріні ішкенде азаяды. Сонымен қатар остеоартрозбен ауыратын адамдар үшін таңертең алғашқы қадамдарды жасау өте қиын. Яғни таңертең 30 минутқа дейін қозғалыс шектеледі. Және де икемділік азайып, буын қозғалысы төмендеп, тізеңіз бұрынғыдай бүгілмейді. Аяқтағы ауырсынудың келесі бір себебі аяқ артерияларының атеросклерозы. Жалпы артерия жүректен дененің басқа бөлігіне оттегіге бай қанды тасымалдайтын қан тамыр. Жалпы атеросклероз деп бұл артериялардың қабырғаларында холестерин, май, кальций, қанның ұйып бір жерде түйін тәрізді шоғырланып қалуын айтады. Холестерин сіңіп қалған орын бастапқы кезде сары жолақ дақ түрінде болса, кейін қатайған түйінге айналады. Нәтижесінде қанның қан тамырдан өтуі қиындап, қан айналым нашарлайды. Аяқ артериясының атеросклерозы 65 жастан асқан ер адамдарда жиі кездеседі. Атеросклероздың дамуына алып келетін негізгі қауіп факторлары бұл темекі шегу, қандағы холестериннің жоғары деңгейі, жоғары қан қысымы, қандағы қант деңгейінің жоғарылауы және семіздік. Аяқ артериясы атеросклерозының басты белгілері жаяу жүру кезінде ақсандап жүруге мәжбүрлейтін балтырдағы аяқ ұшындағы ауырсыну. Тыныш күйде аяқтың және аяқ ұшының ұйып қалуы сезіледі. Аяқты ұстағанда салқын, ал терісі солғын болып көрінеді. Яғни аяқты және аяқтың ұшын қанмен қамтамасыз ететін артериялардың тарылуынан аяқ жансызданып, мұздау сезімі мазалайтын болады. Аяқтағы ауырсынудың келесі бір себебі аяқтың терең тамырларының тромбозы. Бұл өз кезегінде көктамырда тромбтың, яғни қанның ұйып қалуымен сипатталатын ауру. Және де тромбоз өте қауіпті. Егерде тромб ажырап, қан ағымымен жылжитын болса, өкпедегі қан тамырларды бітеп, өкпе эмболиясы дамиды. Соңында өлімге әкеледі. Тромбоздың даму қаупі 60-тан асқан адамдарда, жүкті әйелдерде және семіз адамдарда жоғары. Себебі семіздік пен жүктілік кезінде бүкіл салмақ пен қысым жамбас аймағы мен аяқтың тамырларына түседі. Аяқ тромбозының негізгі белгілері аяқтың қатты ісінуі, аяқтардағы ауырлық сезімі, аяқ терісінің түсінің өзгеруі және жүргенде тұрғанда күшейетін мезгіл-мезгіл ауырсыну мазалайды. Аяғыңыз ауырып, құрысып қалса, тізеңіз қақсап, ауру жаныңызға батып жүрсе, шыдамдылық танытпаңыз. Міндетті түрде медициналық тексерістен өтіңіз.
Сіздермен болған дәрігер Дина Мұқатай. Ақпарат пайдалы болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.